Вот, сектор, жететімен санау. Оқытушы мырза, 10-шы аяқтың оқушылары алғашқы ресми дайындығынан 15 оқушылармен тұрғызды. Есеп беруші командир болып наставник бар. Сот, жел, сектор, екіге санау. Вот, екіге сақтау. Вот, үшке сақтау. Вот, бірге сақтау. Бүгінгі бізде алғашқы әскери технологиялық дайындық сабағының тақырыбы табиғи апат болған жердегі адамдардың алғашқы көмек көрсету, медициналық жәрдем көрсету тақырыбы. Өткен сабақта бізде ядролық, химиялық жарылыс кезіндегі азаматтардың немесе сарбаздардың іс-әрекет жөнінде айтқан болатынбыз. Соны үйге тапсырманы қазір араларында оқушыларымыз ОЗК жамылғыны, арнайы жамылғыны расымдылықтың кию тәртібін үлгісін көрсетіп, сосын жаңа сабаққа көшеміз. Жақсы? Жақсы. Ортаға шығамыз оқушы. Оқушылар, ядролық, химиялық немесе аймақта болған химиялық завод жарылысы кезінде арнайы киім үлгісі ОЗК дейді, орысшасы арнайы жамылғы, бұл газ-тамырлықпен және де арнайы аяқ киімнің беріледі. Осыны қазір киімді кию үлгісін сіздерге тапсырмасын көрсетеді. Баста. Өздеріңіз көріп отырғандай, әрбір аяқ киімде, күлкіде әрбірінің өзінің түймесі бар тағылатын. Қаншалықты тығыз түймені тақсаңыздар, сіздер соншалықты химиялық улы заттан қорғанасыз деген сөз. Және де міне киілген плащ, үстіне киілген жамылғыда 6 түйме бар, 6 түймені тағып түгелдей толығымен таққан абзал. Өйткені егер ашық қалса, бұл да сізге денеңізге улы заттың кіруі немесе соққы деп ударная волна ядролық жарылыс кезіндегі толқындың жаңағы сіздің денеңізге зақым келтірмес үшін бұның барлығын таққан дұрыс. Міне газ тұмылдырық, бұл міндетті түрде газ тұмыл тағу керек. Бұл сіздерге тыныс алу жолдарына, жаңағы ішіңізге улы заттың кіруіне, бұл жол кіруіне жол бермейді. Көрдіңіздер, бұл енді сіздерге берілген жаңағы үй тапсырмасы сюжеті. Жақсы, рахмет. Енді жаңа тақырыпқа көшеміз. Апат болған жерде немесе техногендік апат болған кезде адамдардың алғашқы жәрдем көмек көрсету тақырыбы. Жалпы сіздерге ағзаңызға мен
суреттер, плакаттарды көрсеттім. Онда сіздерге өткен тақырыптардағы бейне, сурет бейнелері көрсетілген. Бізде адам баласы тарихында осы 21 ғасырдың осы күніне дейін талай табиғи апаттар, техногендік апаттар болды. Солардың ішіндегі ең күрделісі және де қауіптісі туралы сіздерге әңгімелейтін боламыз. Оның ішінде гидродинамикалық авариялар. Гидродинамикалық авария дегеніміз бұл су тасқыны. Сіздерге мәлім, бұл су тасқыны сіздерге мен түсіндіріп қажет жоқ. Су тасқыны осы биыл жылы көктем айында Қазақстанда болған оқиғаны білесіздер, әсіресе батыс қазақстан облысында бұл болған табиғи апат көптеген біздің материалдық шығынға, қаржылай шығынға және де өкінішке орай адамның өліміне әкеліп соқтырды. Бұл тек қана биылғы жылы ғана емес, бұған дейін де болды. Сонымен қатар өрттер мен жарылыстар. Өрттер бізде алдыңғы жылы 21 жылы білесіздер өрт болды. Жасыл даладағы өрт, немесе ормандағы өрт. Бұлар өте қауіпті, өрттердің түрі өте қауіпті. Бұған адам баласы үлгермейді. Ең сұрақтысы, ең қиыны, ең ауыры адамға бұл тыныс алу адамның ішкі ағзасына зиян келтіреді. Улануға әкеп соқтырады. Жаңағы айтты, химиялық қауіпті заттарды шығару орын алған авария. Бұл сіздерге мысал ретінде айта кетейін. Бірінші мысал, бізде Совет үкіметі кезінде 1986 жылы Белоруссия, Украина аймағында, сол аймақтағы Чернобыль деген қалада арнайы электр станциясы орналасқан жерінде 4-ші реактор жарылып, авария болған, жарылыс болды. Оның зардабын осы күнге дейін 2024 жылына зардабы шегіп жатыр. Одан кейінгі болған тағы да апат, АЭС атом электр станциясының апаты, авариясы бұл Фукусима қаласында, Жапония Фукусима қаласында болды 2021 жылы, сіздерге мәлім. Онда техногендік емес, бұнда табиғи апат болды. Біріншіден жер сілкінді, екіншіден жер сілкінісінің салдарынан мұхиттың суы көтеріліп, неге цунамиға әкеліп соқтырды. Цунами деген білесіздер, 5 метрден 12-15 метрге дейін толқын көтерілді. Сол толқындардың салдарынан атом электр станциясының қабырғасы, қалың қабырғасы бетонның құйылғаны шыдамай, реакторлар ашылып, улы заттар, ядролық реактордың улы заттары суға кетіп апат болған болатын. Сол кезде қолданылатын. Және де мынау оқшау өзіңізге белгілі, бұл көлік авариясы. Көлік авариясы бұл қазіргі таңда жиі кездеседі. Күні кеше ғана бізде ауа райы білесіздер, қарлы жауын болып, көптеген тас жолда, автобандарда авария апаттары болды. Сонымен қатар, бұған қазір тоқталамыз, және осындай табиғи апат кезінде адамның бір-біріне көмектесу үшін біз қазір көрсеткен алғашқы жәрдем алғашқы медициналық түрлер. Міне, сіздер алдарыңызда сурет көрсетілген бейне зардап тасымалдау ережелері. Бұны қазір біз көрсетеміз, өткіземіз. Және де осы табиғи апат кезінде оқушылар бізде табиғатқа қандай зиян келтіреді? Өздеріңіз көріп тұрсыздар, міне. Бірінші мұнай шығаратын зауыттарда қалдықтардың табиғатқа жерге төгілуіне әкеледі. Бұл жердің беттік қабатына улайды топырақты. Екіншіден қалдықтар әрбір қалада көп тұрмыс орналасқан. Мысалы бізде айтамыз, Алматы 2 миллион, Астана 1,5 миллион дейміз. Ал сіздерге мәлім бе, мәлім емес пе? Мысалы Токио қаласы, астанасы, Жапонияның астанасы. Бір Токио қаласының өзінде 48 миллион адам тұрады. 48 миллион адам. Өздеріңіз ойлаңыздар, ондағы қатты және жұмсақ қалдықтар дейді, сол қалдықтарды төгудің арнайы жер болып, және оны сұрыптайды. Бізде өкінішке орай ондай зауыттар әлі жоқ, бірақ бізде қазіргі жергілікті әкімшілік бұл проблеманы шешіп жатыр. Және де
химиялық заводтар, басқа да цех фабрикалардың өзін көздерге төгілетін химиялық улы заттары. Қалдықтар теңіз бен мұхитқа лақтырылатын теңіз заттары қалдықтар. Білесіздер, жаңа айтқан Жапония мемлекетіндегі мұхит жағалауында үлкен осындай табиғи апат болып жатыр. Жаңа айтқан өзің өтірген химиялық заттар, бұдан қалды гидроэлектростанциясы дейді, су электростанциялары атмосфераға улы зат білесіздер тастайды. Одан қалды жаңа айтқан 48 миллион, 2,5 миллион, 1,5 миллион халқы бар адамдардың тең жарты дегеннің өзінде 1 миллионға жуық адамда автокөлік болса атмосфераға қандай улы зат кететіні мәлім. Мынау енді ТЭЦ немесе жылу электростанциясы немесе атом электростанциясын табиғатқа ауаға ластану бейнесі. Енді осы бізге қазір зардап шеккен адамдарды тасымалдау ережелерін және оларға алғашқы көмек көрсетеміз. Командир взвода, мына носилканы бізге әкеліңіз. Бөлімше командир бірге қасыма келіңіз. Немесе табиғи апат, су тасқыны, сел болған жерде немесе құлап мертіккен жатамыз. Адамға алғашқы жәрдем көрсету керек. Көмек көрсету. Мысалы айталық, бұл азаматтың айталық оң қолы сынды, сол аяғы сынды, және де басынан жарақат алды дейміз. Басынан жаңағы тас құлап немесе жер сілкініс кезінде үйдегі тұрған айталық. Мысалы аристо, су жылытқыш құрал басына түсіп жарақат алды деді. Шықты өскен кезде аяғы сынды, одан шынтағы сынды, енді осы сізге алғашқы көмек көрсету керек болады. Қалай көмек көрсетеміз? Ең бірінші бізде әрбір үйде, әрбір отбасында, және де біздің мектептерде білесіздер, мектепте әрбір бөлмеде алғашқы жәрдем медициналық жәрдем көрсететін аптечка дейді, қобдиша болу керек. Қобдиша міндетті түрде. Осы қобдишаның ішінде міндетті түрде бізде танитын бинт кемзел, және де дәрі-дәрмек, йод болу керек, зеленка, дәрілердің 5 түрі болу керек. Бұл мұның ішінде бар. Енді бізде нұрасыға қалай көмек көрсетеміз? Ең бірінші біз сынған аяққа нұрасыға не? Танимыз, бинт саламыз. Сол аяғын. Мысалы жатқан қалпында шамалы келгенше егер сынған, аяқ сынған деген қауіп болса, біз қайтеміз? Бұны аяққа күш түсірмеуге тырысамыз. Міне арнайы бізде құрал бұл накладка дейді, медициналық накладка немесе жаңағы сынған аяққа қолға қойылатын көмекші құрал. Бұны не істейміз? Ең бірінші екі аяқпен, аяқын көтереміз, соңғы көтереміз. Сол аяқын көтереміз. Аяқын көтереміз, көтеруі мүмкін. Қараңыздар, міне, қаңып әкелеміз. Бұдан кейін біз тобықтың тұсын Ayağını kalған жоқ қана расу? Келесі. Босатты ма екінші? Қараңыздар. Келесі бізде табанды. Расу, сен зардап шегіп жатсың ғой. Міндетті түрде бұны байлау керек. Неге өйткені бұл орнынан қозғалып кетсе, тасымалдаған кезде қозғалып кетсе, бұл да қауіп. Түсіреміз, ақыры аяқ түсіреміз. Енді қолын танымыз. Мысалы сол қол деді, сол қолына оғанда не саламыз? Қаңын ұстаймыз. Енді екеуі көрсетілер, бексіз бар. Қазбақшетен орайым. Ең бірінші, мысалы егер бізде шымық білік сынса, ең бірінші білекті танымыз. Зердеп тұрды. Так, келесі оқушы бізде шетте кім бар? Әлем, сіз келесіз бар? Сүйен, екінші, атысты көрсетеміз. Бұл отырамыз. Міне оқушы көріп отырсыздар, взвод командирі мен бөлімше командирінің алғашқы міне зардап шеккен адамға көмек көрсетеміз. Осы көрсетілгеннен кейін зақымдаған адамды міндетті түрде біз не істейміз?
қауіпсіз аймаққа, қауіпсіз орынға тасымалданалық мекемеге немесе тасымалдан адамға таңу, басын таңу, бетін ұрау, әдісін көрсету. Ең бірінші адамға, қадеміз жаңа адамға осылай ет боласың, келесі іс-әрекет бізде дайындап қоямыз. Бұл жаңа танылған бет зардап шеккен адамның басынан түсіп қалмас үшін. Міне, бұл екінші әдіс, бұл алғашқы көмек көрсету. Сау болыңыздар, Sağ olun, oluşumda. Осыдан.